Сәлем достар, бүгін сіздермен сливкисіз жасалатын өте дәмді тортқа арналған шоколадты кремнің рецептін ұсынатын боламын. Көру үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен бөлме температурасындағы сары май және де сүзбелі ірімшіктің үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап миксерлейміз. Кремге қосылатын заттарды және де олардың мөлшерлерін осы видеоның астына жазып қалдырамын. Алдымен миксердің жай жылдамдығынан бастап қатты жылдамдығына дейін барынша көтеріп, шамамен 2 минут шамасында миксерлеп аламыз. Енді қаймақ саламыз. Қаймақтың майлылығы 20%-дан жоғары болуы қажет. Одан соң үстіне какао салып, тағы да миксерлеп аламыз. Егер сіздерге шоколадты емес, яғни ақ крем қажет болса, какао қоспай қойсаңыздар болады. Одан кейін ерітілген шоколадты құйып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Осымен біздің креміміз дайын. Тоңазытқышқа шамамен 2-3 сағатқа. Крем өте дәмді, жасап көріңіздер.